Бәріне сәлем достар. Сіздермен бірге Нариман KZ каналы. Бүгін менің алғашқы видеом. Ұялы телефонда Майнкрафтқа арналған скин жасауды үйретемін. Бұл үшін бізге скин эдитор программасы керек осы. Және осыған кіреміз. Және күтеміз. Достар, айта кететін жайты мен каналымның алғашқы видеосы бұл. Сондықтан да лайкпен бір басып солай қолдап жүріңіздер. Сонда видеолар жиірек шығатын болады. Міне жаңа скин, яғни Стив деген, өздеріңіз білесіздер ғой, Стивті таңдаймыз. Сосын міне оның барлығын түстерімен осылай ауыстырып тастаймыз. Менде бұл қара, қазір түрін жасайтын боламыз. Көзі қызыл болсын. Енді аузын салу керек енді бізге. Қай түсті таңдасақ болады. Енді қоңырмен салайық. Жоқ, қате шығып қалды өкінішке орай. Қазір дұрыстап салатын боламыз. Ой, бұл көз шықты болды. Бұл программа өте керемет жасағанға. Осы программамен бірнеше скин жасап үлгердім. Осы программаны сіздерге осы программаны жүктеп скиндер жасай алыңыздар өздеріңіздің Android Майнкрафттарыңызға. Достар, жақында менде компьютерде Skywars атты мини ойын, яғни мини игра дейді, орысша айтқанда, соны ойнап түсіретін боламын. Әрине, егер осы видеоны сіздер көбірек лайкпен, просмотрмен, жақсы комментариялармен толықтырсаңыздар, әрине, ондай Skywars ойындары тез шығатын болады. Қазіргі кезде мен компьютерім техникалық ақауларға байланысты, бір жеке басты проблемаларға байланысты дұрыс жұмыс жасамай тұр. Сондықтан да мен ұялы телефоннан түсірем деп шешкен болатын. Қазірше компьютерді дұрыстап алғанша. Бір жағынан да менің уақытымда аз болып жүр. Видеолар енді жайырақ шығатын болады, сирек шығатын болады дегендей, сабақ оқу керек дегендей. Енді мына скин енді дайын болайын деп қалды. Алды ғана айта кететін жайт. Артында жасау керек. Мінекей Nike деп жазып қойдық. Спортивка сияқты. Қара шалбар қойдық, бірақ келмейтін сияқты ма, или қалай. Басқа шалбар қойық. Жоқ, тұра берсін дейді. Қызыл басына, қызыл сызықтар жасап қоямыз, күшті болып. Түрі жынды өкештір негізі. Достар, енді бұл видео мен алғашқы видеом, бұл туториал видеом. Осы видеоны лайкпен басып жерсеңіздер, қатты қуанатын едім, қатты рахметімді айтып, солай болатын еді. Достар, подписчигім әзірге аз болып тұр. Сол жинап бір сіздерде бір достарыңызға айтып, мені солай бір көмектесіп жүрсеңіздер жинауға. Өте алғысым шексіз болады. Сіздерге кейіннен подписчигім көбірек жинал жататын болса, сіздерге тегін пиар жасауға келісетін боламын. Достар. Достар, мен ВКонтакте желінің ссылкасы осы видеоның астындағы описаниеда болатын болады, достар. Сіздер маған онда неше түрлі өздеріңіздің ойларыңызды жазасыздар. Қалай ойнау керек, мүмкін бірге ойнайтын боламыз Skywars'ты дегендей. Достар, тағы бір айта кететін жайт, мен интро жасаймын. Бір интроны жасаған 50 теңге болады. Бұл интролар жай интро емес, бұл 3D интролар, өте керемет сапада. Менің интромды көрдіңіздер ғой, Нариман KZ деген өте керемет интро. Оны мен бір интро мейкер деген керемет каналға жасаттым. Оның ссылкасы описаниеда болатын болды. Және мен одан қалай жасау керек екенін сұрадым. Ол маған айтты, бірақ ақылы болды енді. Ақшасын төлеп алдық. Әрине енді білмеймін, оған төлесеңіздер айтатын ма, айтпай ма білмеймін. Қазақ бала өзі. Бірақ енді маған айтты, енді өзімде жасай алатын болам. Енді көріп жатармыз, енді осы интродың жалғатын болсам, өзім жасап алам алда.
әлі қалай видеоларымыз шығады. Мынау менің алғашқы туториал видеом, өздеріңіз көріп тұрғандай. Достар, тағы да бір айтайтын жайт, бұл өте керемет программа екен. Мен өзім интернеттен іздедім, сұрадым барлығын. Бұл аты Skin Editor 3D деген. Керемет, осындай керемет программа. Мен қазір соткадан Майнкрафт ойнап жүрмін. Бұл скиндер, өзім жасаған скиндер өте керемет көрінеді. Ойнадым, балалармен де бірнеше рет ойнадым. Онлайнда да, соткадан да Skywars ойнап көрдім. Бірақ әрине соткадан ыңғайсыздау болды, сондықтан түсірем деп шешкен жоқпын. Әзірге осындай туториалдар жасайтын боламын. Компьютерлік Skywarsқа көшпейінше. Әрине компьютерімдағы ақаулар дұрыстап алғасын, көптеген видеолар шығатын болады компьютерда Skywars'тан, яғни. Мен Skywars'ты өзім үйренгенмен де көп бола қойған жоқ. Жарты жылдай ғана болды ойнап жүргенмен. Бұлай. Айта кететін болсақ, біздің қазақ ютуберлерінің басты мақсаты ол қазақ ютубын дамыту әрине. Сондықтан да қазақтар, жігіттер, қыздар да енді подписаться етіңіздер менің каналыма, тіркеліңіздер. Мен де сіздерге тіркелетін боламын. Сіздерге кейінірек тегін пиар жасауға мүмкін келсеңіз, жағдайға байланысты қарап отырамыз. Әрине мен қазір подписчигім өте аз болып тұр. Енді жинаймыз, барлығында керемет қыламыз, каналымызды дамытамыз, қазақ ютубтарын дамытамыз, достар. Тағы не айтуға болады? Енді скиніміз дайын болайын деп қалды. Енді шеттерім, қолдарын жасау керек бізге. Түстерін жасап алайық. Әзірге видеомыз негізі аяқталуымыз жақын. Болайын деп қалдық енді. Не болды? Аса айландырып, барлығын дұрыстап жіберейік. Қолдарын барлығын бояп тастайық. Керемет шықты деп ойлаймын. Сіздердің көңілдеріңізден шыға ма екен бұл скин? Әрине барлығы скинға байланысты емес, барлығы өзіңізге байланысты. Өзіңіздің фантазияңызға, опыттарыңызға барлығына байланысты. Өздеріңіз білесіздер қандай салу керек. Мінекей скинімізді дайын. Қош сау болыңыздар, достар.